Қалай сұйық құртты сақтау әдісін білесіз бе? Ал мен білем. Сәлем достар. Бүгін сұйық құртты қалай сақтау керектігін айтатын боламын. Ол үшін бізге сұйық құрт және мұз қатыратын форма қажет болады. Сұйық құртымызды формаға салып, тегістейтін боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліңіздер. Мен сіздермен көп пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Ата-бабамыздың ежелден келе жатқан салт дәстүрінің бірі құрт қайнату, құрт жасау. Езілген құрт сорпаға, тұздыққа, көжеге және басқа тағамдарға қосу немесе сұйық күйінде ішуге арналған. Езілген құрт өте жұғымды және тез сіңетін тағам. Әсіресе жаңа босанған келіншектерге өте жақсы. Бойындағы терді шығарып, сүт келуіне себепші болады. Әйел адам тез қалпына келеді. Осылайша қасықпен тегістеп, тоңазытқышқа қоямыз. 6 сағаттай тұру қажет. Жалпы сұйық құрт адам денсаулығына аса пайдалы. Кальций көзі, ақуызға бай, құрамында А, В, С дәрумендері, мыс, мырыш, күміс, темір, кремний, магний, алюминий микроэлементтері жетерлік. Құрт жас балаға да, жасы үлкен адамдарға да өте пайдалы тағам. Қатырылған құртымызды формадан шығарып, оны зип пакетке салып сақтасаңыз болады. Осындай әдемі, кішкентай, бір рет қолданатын формалы құрт болып шығады. Әдеттегідей құртты баклажкада сақтап жүрсеңіз, сізге осындай лайфхак. Достар, сіздерге менің видеоларым пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Көп жағдайда ет асып, қонақтарды күтіп, абыр-сабыр болып жатқанда, морозильникте баклажкада тұрған құртты ұмытып кетіп жатамыз. Ал мен көрсеткендей құртты сақтап жүрсеңіз, ол кезде еш әуреге түспейтін боласыз. Достар, сіздер құртты қалай сақтап жүрсіздер, сол туралы өз тәжірибелеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Міне осылайша бір кәсеге бір дана құртты салып қолданасыз. Достар, менің YouTube каналымда көптеген пайдалы видеолар бар. Кіріп көрулеріңізді шақырамын. Ал енді бисмиллах деп құрт қосылған сорпаның дәмін көрейік. Керемет дәмді екен. Баршаларыңызға ас болсын. Не айтылғандай осындай зип пакетке әдемілеп салып, морозильникке қойып қойсаңыз болады.